Сізде оборот қанша? 10 миллион. 50 миллион. Кредит алдым, қарызға ақша таптым, әрекет жасадым. 100 мың, 200 мыңнан 2 миллионға дейін шықты бір күнде. Әшейін бір хобби, қызығушылықпен басталған нәрсе, үлкен бір кәсіп. Қазір 2 тонна сүттен қанша ірімшік шығады? 4,5 миллионға жаңа 2 түсті матаны аламыз ғой. Қырқып, пішіп, тік тастағанбыз ғой. Каспий өшік тұр. Почти Қазақстанның бір 80% сіздерге сенбейді. Бұл кісінің конкуренті төбесінен келіп ашылған ғой. Енді ана сабаққа кірісіп кеткем, диктофон қойып қойған ғой. Осы сабақ барысында бір күнде ең көп қанша касса істедіңіз? Рекорд сол почти 3 миллион істедім. Я сізде вообще 5 есе өсіпті продажа, я? 800 мыңнан 4,5 миллионға Оған дейін. продавеціне таң қалып отыр ғой. Сен аңсаған жетістік дейді. Сен қорқып істемей жүрген әрекеттің астында жасырылған дейді. Бәріңізге сәлем. Бүгін біздің YouTube каналда керемет сұхбат. Бұл Сапар Абдрахман YouTube каналы. Бүгін сіздермен бір емес 4 қонақпен бірге сұхбат жасайтын боламыз. Бұған дейін бұндай контент жасалмаған алғаш рет болып тұр. Барынша қолдайсыздар деген ниеттеміз. Бүгін біздің кәсіпкерлерге арналған рекорд курсымызға қатысқан бір емес 4 кәсіпкерімізді шақырдық. Әр кәсіпкер өзі үлкен компаниясы бар, үлкен өзінің кәсіп бар, қаншама адамды жұмыспен қамтып отыр. Әрқайсысы өзінің тәжірибесімен, алған біліммен, қазір жасап жатқан нәтижесімен сіздермен толыққанды бөліседі деген ойдамыз. Бұл видеода қаншама кәсіпкерлер қарап отырса, сіздерге өте пайдалы болады деген ниеттеміз. Ал ханымдар, қош келдіңіздер. Қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Жалпы бұл ханымдардың барлығы бізде қазір таңда рекорд курсының 22-ші поток қатысушысы. Ал енді өздеріңізді бір шеттен таныстырып өтсек, қандай кәсіппен айналысасыздар деген сияқты. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айнұр. Менде жиһаз, мягкий мебельмен айналысамыз. Кішігірім цехымыз бар. Қазір таңда Айнұр ханым өзінің цехы бар, тауарларын бұған дейін Каспий магазинін сататын. Қазір енді Каспийден де бөлек сату жолдарын қолданып рекорд жасап жатырмыз, жақсы. Менің есімім Айгүл Дәліпбай. Менде басында сізге келетін алдым, тек аяқ киіммен айналыстым. Сосын үлкен магазинге көшіп, киім магазинмен айналыса бастадым. Уже сіздің рекламаларыңызды көріп, мертвый сезон, сонда болғаннан кейін январь-февральда оппа деп сізге жазылдым. Жалпы мен киім магазинмен айналысамын. Сізге табысты көбейту үшін келдім. Бір орында тұрып қалдым негізі. Біз Айгүл ханыммен магазин аштық. Айтпақшы, магазин аштық, лентасын қиып бердім өзім. Бізде январь-февраль не сезон деген білінбеді ғой деймін, кажется. Жоқ. Сіздің оқуыңызды қатар алып жүргеннен кейін күнде әрекет болды бізде. То таргет, то анау. Дәл сол уақытта келдік қой негізі. Дәл сол периодта келдік. Жақсы. Рано ханым. Сәлем барлықтарыңызға. Есім Рано болады. Рано Home магазинінің основателі боламын. Бұл саланы мен 3 жыл бұрын бастадым бұл бизнесті. Одан алдын 6 жыл посуда магазинде тәжірибем болды. Ол жерде 6 жыл жұмыс істеп. Сосын аштым. Сол сіздің сабағыңызға сізді мен басында қаладан ашқан кезімде сізді танитын едім. Ол кезде сіз астаумен айналысып жүрген кезіңіз еді. Жаңадан көлік алған сізге қызығып, сөйтіп жүргенмін. Содан бері таныспыз ғой сізбен? Біз Рано ханыммен 2 жылдан бері таныспыз. Мен ол кезде жаңа астау сатамын ғой. Сөйтіп астауды съемкасын қайда түсіретінін білмеймін. Плюс посуда сатамын ол кезде. Сөйтіп бұл кісінің мен өзім қолымда посуда бар. Мен ол посуданы Инстаграммен, Таргетпен сатамын. Бұл кісінің магазиніне барып, бұл кісі посуда сатады. Магазиннің ішіне домала стол бар ғой. Соны бере тұрыңызшы деп бұл кісінің бүкіл тауарын алып, өзім тауарымды қойып орнына съемка түсіріп алғам. Содан бері таныспыз ғой. Уже біздің сабаққа қалай келді, ол үшін бір қызық историялары бар. Қазір ол туралы айтамыз. Ал келесі. Саламатсыздар ма? Мен есімім Мереке. Мен ұлттық өнім, соның ішіндегі қазір қызыл ірімшікпен өндірісімен айналысам. Қазіргі таңда енді объем 2 тоннаға дейін жетіп жатыр күніне. 2 тонна сүтті өндіреді. 5 жылдай көлем болды. Енді бұл бастамасы кішкене қызығушылықпен басталған. Енді жаймен қазір үлкен Аллаға шүкір кәсіпке айналып кетті. Мағасы күшті. Ал негізі бұл жерде үлкен кәсіпкерлер отыр. Мысалы, сізде оборот где-то бір ай сайын 40 миллионнан асады, иә? 40 миллион. Сізде оборот қанша примерно? 10 миллион. 10 миллионнан асады. Сізде оборот қанша примерно? 50 миллион. 50 миллионнан асады. Бұл кісіде күні 2 тонна сүт жасайды. Бұл жерде простоятын отқан жоқ екен ғой негізі. Ал енді бұл кәсіпке қалай келдіңіздер? Жалпы кәсіпті бастайын жатқандар да болуы мүмкін.
сол бойынша бір өздеріңіздің опыттарыңызбен бөліссеңіздерші. Мен негізі бұл кәсіпті бастамас бұрын мен бір кісілерден оптым бағада алып Каспий магазинмен сатып бастадым. И, короче, ең алғашқы мен 3 күндік рассрочка болды. Сол 3 күндік рассрочкада мен таза пайдам где-то 560 мыңдай пайда көрдім. И сол кезден бастап қызығушылық оянды, иә. И содан кейін дальше алып сата бердім. Одан кейін жаңа жылда уже 16 күндік рассрочка болды Каспийде. И сол кезде маған күніне уже 10 заказда, 8-10 заказдан түсіп тұрды. И ол кезде уже жаңағы алып сатып жүрген жерім маған уже заказ жасап дайындап беріп үлгере алмай бастады басында. Одан кейін негізі бұл жерде негізі бұл жалпы мягкий мебель саласында качество негізі маңыздырақ қой. Кейін бір-екі клиенттерден жаңағы поролон дұрыс емес, жаңағы матасы дұрыс атылмаған деген сияқты качество нашар бола бастады. Одан кейін уже возвраттар бола бастағаннан кейін уже мен күйеуімнің өзі қолдап ары қарай өзі жаңағы жұмысын тастап осы кәсіпті бастадық. Неше жыл бұрын? Осыдан 2 жыл алдын. 2 жыл алдын, иә? Иә, 2 жыл алдын бастадым. Жалпы маған Айнұр ханым келген кезде есімде да, консультацияға жолдасымен бірге келген. И даже тренингке келді, бірінші тренингке келді. Сол кезде айтып беретін, чтобы біз бір кісілерден алып сатады сол кезде. И сол ана кісілердің качествосы нашар болғаннан кейін ана диванды полный шашып, прям миллиметрге дейін өлшеп, дейді ана размерін шығару керек қой. Лекаласын. Иә, тура ана Қытайлардың системасын қолданған ғой. Тура соны көшіріп істеген ғой. Копия жасап. Иә. Ана Адидасты Абибас деген сияқты істегенсіздер ғой кәдімгідей. Иә, сондай болған ғой. Бұл кісілер бірақ качественно істейді екен. Мен осы күні 2 диван заказ бердім. Прям жақсы, күшті, прям молодцы. Супер. Яғни ең алғаш кәсіпті алып сатудан бастадым. Алып сатудан бастадым, иә. Молодцы, күшті. Ал сіз қалай бастадыңыз? Мен ең алғашқы осыдан 3 жыл алдын үйде декретте отырдым. Кәдімгідей екінші баламды босанғаннан соң депрессияға кіріп кеттім мен. Ол бәрінің несі ғой, бойлы ғой. Декретте отырып, жұрттың бәрін көресің, сен ақша таппай үйде отырсың. Как будто артта қалып бара жатқан сияқты. Иә, күйеуіңнің ақшасын жеп, ана қазақта айтады ғой, арам тамақ болып отырсың деген сияқты ше. Ондай сөзде қанша естідік мысалы. Сосын солай депрессия кіріп жүргенін мен әпшем көрді. Сол әпшем маған 50 мың теңге бере тұра, мен саған қарызға давайте бірдеңе көр деді. Сосын давайте дедім, сөйттім да Пиндода да қазір сол кезде хит болып жатыр еді ғой. Как раз оның курсын оқып алған мен Қытайдан заказ бердім, сол 50 мың теңге. Тек 38 бе 37 размері ходовой болған үшін тек сол аяқ киім 50 мың теңгеге багаж толатындай машина келді. Багаждың машинаның багажы толатындай товар келді. Солай алып келдім, ол 15 күнде келді и TikTokқа кіре бастадым мен. Короче, менің саудам TikTokпен өте бастады ғой. Сол кезде стриминг алғашқы шығып тұрады ғой. И адам аз кіреді. Қаншадан аяқ киім алып, қаншаға саттыңыз? 50 мың теңгеден сатып, мен примерно бір 70 мың теңге общий, сонда 20 мың теңге маған пайда келді ғой. 50 мыңға тауар алдыңыз, соның үстінен бірге. Примерно 20 мың пайда қалды сатқан кезде. Сонда бір аяқ киім қаншаға келетін, қаншаға сататын едіңіз сонда? Аз ғана, мысалы, көп пайда қоймай общий, доставкасымен 5 мың теңгеге келсе, оны мен 6,5 или 7 мың теңге сатып жіберетін. Өте арзан беріпсіз ғой. Өйткені маған енді істеп көру қызық болды. Істеп көру қызық болды. И баламен отқаннан кейін қызық бола бастады, өте бастайды. Күніне 4-5 аяқ киімді поштаға тасимын. Ол күйеуім келеді, мен күйеуімге доставка бармай екеуміз кетеміз поштаға. Солай күнде солай жүріп уже ол көрді, менде пайда болып жатқан, и потом ол да көмектесті. Давай саған ақша берейін, сен үйт-бүйт деп солай оптымға іздедім, кіріп кеттім ғой осылай. Сөйтіп қазір ол кісінің де магазині бар. Кәдімгідей молодцы, күшті. Яғни сіз де басында минимальный суммамен алып сатып бастадыңыз ғой. Иә, 50 мың теңге деген ол кезде кішкене ақша еді ғой. Негізі сол минимальмен бастап, нөлден бастаған кісілердің негізі до конца алып баратынына көзімізге уже көріп жатырмыз ғой енді. Ана ақшасы барлар бірден құйып тастап, бірден банкрот болып тастап кетіп жатқандары бар да. Анау кішкентайдан бастағаннан кейін уже қадірін біледі да, ол уже до конца соны алып шығуға әрекет жасайды. Сіздің сөзіңіз бар ғой, кешіріңіз, сіздің сөзіңіз бар ғой. Өзіңді іздеме, өзіңді қалыптастыр деген сол сөзіңіз маған өтті негізі. Шынымен
то ананы істедім, то мынаны істедім. Даже мен эпоксидная смола деген бар емес пе, қолөнер, соны істедім. Мен үйде тұрып ол неше түрлі өзім үй асам, залыма іліп қоямын деп. Алланың 99 есімі мен бар ғой. Соны саттым, сағат саттым, парфюм саттым, бәрін сатқан адам. Просто осыған келдім, тоқтадым ғой. Бір нәрсені істеу керек екен. Осы салада қалыптасамын деп ниет қылдыңыз ғой. Жақсы, тамаша. Қазір есіме түсіп отыр да менде. Бұл кәсіп негізі бізге ең түрткі болған мәселе осы жаңа доставка ғой. Ол кісілер орамайды, упаковка жасамайды. Біз оны үйімізге алып барып ораймыз, күйеуіміз екеуміз, и доставка жасаймыз. Содан бізге оның үстіне қатты қиын бола бастады да, уже заказ көбейгеннен кейін біз уже үлгере алмай бастадық. И содан кейін ол да бізге түрткі болып, әйтеуір осындай үлкен цех ашылып кетті да, иә. Сондай себеп болып ашылып кеттік. Дұрыс. Ал Банур ханым, сіз қалай келдіңіз кәсіпке? Бұл негізі, бұл кәсіпті мен ашам деген ойым болмаған менде басында. Мен негізі жалғыз басты ана болам, 3 қызым бар. Мектепті бітірген сол кезде, мен ол кезде посуда магазинде жұмыс істеп жүргенім. 11-ді бітірді, сосын маған ой келді, қой дедім, мына 3 қыздың жауапкершілігі менде, бірінші Аллахтан ғой рызық. Бірақ енді жауапкершілік менің мойнымда болып тұр. Мен әрекет жасауым керек, бір айлыққа қарап отыра алмаймын дедім. Сөйтіп Кореяға әрекет жасадым, ұқсамады. Қолымнан келетін посуда болған кейін қаладан посуда ашқан. Сөйтіп 7-8 ай қалада болдық, бірақ әрекет жасаймыз, бірақ бағана қарызбен жұмыстан шығып кеткен адаммын, 2,5 миллион запас, ақша жоқ. Басында өте қатты қиындықтар болды 7-8 ай. Сөйтіп кредит алдым, қарызға ақша таптым, әрекет жасадым. Сосын бағана Белот ауылынан өзіміз жаққа үйге жақын жерден әпшем көмектесті, место тауып берді, сол жерден аштым. Сөйтіп кішкентай 4-ке 4 местаны алып, арендаға қасынан тағы бір место қостым, жетпеген кейін, симаған кейін. Сөйтіп ортасында коридор бар еді, сол жерден бастадық. Жоқ, Аллаға шүкір, ол жерде саудамыз гүрілдеп кетті. 100 мың, 200 мыңнан 2 миллионға дейін шықты бір күнде продажа. Сөйтіп параллельно мен оптовиктермен таныс едім ғой, солар көмектесті, көп фирмаларға көп алғысымды айтқым келеді. Мен жағдайымды түсініп көмектескен фирмалар өте көп болды. Қарызға товар беріп, сөйтіп таныс арқылы болды да менде. Сөйтіп Аллаға шүкір, осы дәрежеге үлкен жерде қазір алып отырмыз арендаға. Қазіргі магазиндеріңіз қанша квадрат? Кәдімгі үлкен ғой, иә? Бір 500 квадраттан көп ау, иә? Иә, қазір үлкен, иә. Тамаша, негізі риск қой, тәуекел еттіңіз, сіз тәуекел еттіңіз, қорықпадыңыз. Анда бір жақсы сөз бар да, осы жерде айтқым келген нәрсе, сен аңсаған жетістік дейді, сен қорқып істемей жүрген әрекеттің астында жасырылған дейді. Ойлаңызшы, чтобы сен аңсаған жетістік, жақсы өмір, мысалы, жүйелі бизнес, сен қорқып жасамай жүрген әрекет, мысалы, ол болуы мүмкін, бір обучение алу болуы мүмкін, или болмаса бір рисковать етіп, 2-ші точка ашу болып, или бір директор алсам, оған қалай айлық берем деп қорқып жүрген әрекетіңнің астында жасырылған болуы мүмкін дейді. Сіз сол тәуекел еттіңіз, бастадыңыз, ол мінекей Аллах бүгін уже нәтижесін беріп жатыр. Осы кәсіптің арқасында біршама жетістікке жетіп жатсыз, көлік алып жатсыз, машалла, жақсы болып отыр негізі. Рахмет. Ал Мереке ханым, сіз қалай бастадыңыз? Енді әр салаға келуінің өзінің қызықтары бар ғой. Енді мен де 5 баланың анасымын. Осы жасым келіп қалған кезде мен 2 диплом бар, негізі мұғалім болып жұмыс жасағам, университетте оқытушы қызмет болғам. Сөйтіп декретке шыққаннан кейін кішкене менде де депрессия болды. Енді іздендім. Бір өзімнің бір немді таба алмай, жаңағыдай пиндоу шығып жатты, ол кезде Инстаграм дамып жатқан кезде тиктоктың неше түрлі жұмыс қызмет ұсынып жатты. Бәрін қарадым, мен күн таңға дейін ұйықтамай жүрдім. Сөйтіп өзім негізі бұл ірімшікке не үшін келгенім бір себебін өзім байқаймын да, өзім құрт пен бринзаны қатты жақсы көремін кішкентайымнан. Бірақ базардан алайын десең таза емес та, сапасыз, көңілден шықпай жүрді. Содан кейін мен енді ауылды жерге келдімін, Қазығұрт ауылында жаңа базар. Сол жақта енем, абысындарым бәрі құрт май жасағаннан кейін солар салып жібереді ғой. Мен үлкен қызым құртты қатты жақсы көретін. Басына қойып жейтін да. И өзім ойланып отырып, сол нелерін сабағын қарай бастадым. Бір күн қарасам, бір әйтеуір осындай кәсіп бастап жүрген қыз, осы құрт сатып машина алдым деген видеоны көріп қалдым да.
содан кейін құртпен де машина алуға бола ма екен деген нәрсе ойыма түсті. Сөйтіп енді қызығушылықпен көрдім. Басында 3 литрмен бастадым, өзіміз жедік, әйтеуір одан кейін 10 литр жасап, әйтеуір туысқандарға тараттық, бәрін көңілінен шығып, сөйтіп жүрді. Инстаграмға бір таргет жіберіп көрдім. Ол кезде ақша жоқ, артық не жоқ, әйтеуір туысқандардан сұрап таргетке жіберіп, Ақтаудан маған бірінші клиент болып бір апа жазды. Осындай ірімшік жасап берсең, мен алам деп. Ол кезде мен 10 литр ма, 8 литр ма сондай жасайтын. Маған 200 килограмм ірімшік дейді ғой. Сонымен сүт жоқ жерде. Мен бүкіл қаланың ішіндегі сиырлардың бәрін аралап, пакетпен үйге тасимын. Ол кезде машина жоқ. Сөйтіп жүріп, магазинге әйтеуір бір апта жинадым, бір 100 килодан асты. Ана кісі хабарласпайды, қорқа бастадым уже. Сөйтіп, әйтеуір бір хабарласып, жағдай болып қалды деп салып, солай басталып кетті негізі. Сөйтіп ол кісі қаймақ сұрай бастады, тағы да бір өнімдер сұрай бастады басқа. Мен бізден жасайтындар көп қой. Мысалы, Батыс жаққа, бүкіл Қазақстанға бізде Чимкенттен кетеді. Сүт өнімдерінің барлығы объеммен. Содан кейін енді қаймақ жасайтын кісілерден алып салайын десем, келесі салған кезде сапасы нашар болып кетеді да. Содан кейін уже сөз ести бастадым. Мынауың дұрыс емес, мынауың сапасы нашар болды деп. Содан кейін мен осы кәсіпті қолға алдым. Яғни жаңағы осы не шығарсам да мен өзім жасап, сенімді, осында клиенттердің көңілінен шығатын, сондай дәрежеге жетсем деген бір ниет болды алдымда. Сонымен бірден жаңа объемды көтеріп, қазір ірімшікті тек қана өзім жасаймын. Ірімшікті және Рафаэлла бар, басқа сүт өнімдерін енді шамам келгенше өзім жасап жіберуге тырысып жатырмын. Осылай енді арасында қиындықтармен өзім бір қазір қарасам түс көргендей боламын да. Әшейін бір хобби, қызығушылықпен басталған нәрсе үлкен бір кәсіп. Өзім кейде қорқып кетемін жауапкершіліктен. Енді сол моментте енді сізге жолығып қалдық қой енді. Біз енді сауда жағында мен вообще жоқпын. Мұғалім болғанбыз, әйтеуір білім деп қуылып жүрдік. Сауда жағына келгенде қиындықтар өте көп болды. Және мынау кәсіп уже объем көтерілген кезде игере алмай қалдым. Мен жауапкершілік деген енді қатты не екен. Неше жыл болды осы кәсіп бастағаныңызға? 5 жылдай болды ғой. 5 жылда мен бір 5 түрлі адам болдым ғой негізі. Осы уақытқа дейінші бір жылы былай болды. Бірақ бұл жаңағы айтып өттім ғой, кәсібін шын қалап, махаббатпен, ынтасымен жасаған адам, ол қандай қиындыққа қарамай алып шығады екен. Главный, мысалы, көбісі ойлайды емес, мен өзім ерке болып өскен қызбын да, жалғыз қызбын. Тірлік істемегем, тамақ істемегем, дайын нәрсеге жүрген қызбын да. Қазір таңда енді осынша объем жасаған мен туысқандарым сенбейді негізі. Көбісі таңғалады. Қазір 2 тонна сүттен қанша ірімшік шығады? 2 тонна сүттен күніне 150-170 килограмм ірімшік шығады. Сол кезде бір аптада жинайтын 150-200 килограммды бір күнде істеп жатсыз. Иә, бір күнде жасалатын. Мен осы Мереке ханым сөзін естіп байқап отырмын да, баяғыда бір кісі айтқан, кез келген амал ниетке байланысты деп ше, ниетке байланысты. Бір кәсіпкер келеді, тоже оның кәсібі жүріп тұр, ақша оған күнде түседі, бірақ түскен ақшасын арендасына, зарплатасына бәріне төлейді, өзіне ақша қалмайды. Ниет қандай болған? Ақша түсіп тұрса екен деген ғой. Сол ниет ақша түсіп тұрса екен деген ниетіне ақша түсіп тұрады, бірақ анау никак байымайды, короче. Сіздің де ниетіңіз бұл жерде өзім істеп, жақсы қылып жасап, клиенттердің ризашылығын алу. Бұл менде барлық нәрсе ондай бір табыс табу, бір байып кету, осы нәрседен бір дүние жасап, ондай нәрсе вообще болмапты. Енді осыны түсініп жатырмыз ғой, енді үлкен ауқымға жету, масштабқа жету үшін оған қаржы керек екен да, үлкен объемға жету үшін. Мен осы уақытқа дейін жаңағы әйтеуір клиенттің алғысы ғой, енді халықтың осы жеген ірімшіктің сауабын алу деген нәрсемен келген екен да. Ниетті өзгерту керек сізге ниетті өзгерту керек. Енді сізге келіп өзгеріп жатыр. Енді осы сабаққа, мысалы, қанша 2 айдың көлемі болды енді сабақ алып жүргенімізге. Енді до-после деген менге мүлдем ой жағынан да, жаңағы қабылдау жағынан да ниетті вообще өзгерді қазір. Мереке ханым есімде да, сүтті алады, қарызға алады, короче. Сөйтіп оны ірімшік жасайды ғой, сөйтіп оны неге қарызға өткізеді. Сөйтіп ана қарызға өткізген ірімшік клиенттер бар ғой, ақшаны берсе, соның бәрін жинап сүтке береді. Аналар бермей қалса сүтке өз қалтасынан береді. Сөйтіп ана клиенттерге жалынады, өтініш ақшамды беріңдерші деп ше. Сөйтіп жүрген адам ғой. Мен айтам, сіздің ірімшігіңізді екінің бір жасай алмайды. Сіз неге клиенттерге жалынып жүрсіз, ақшамды беріңдерші деп. Заранее ақшаларыңды салыңдар. Сосын дайындап беремін деп айтпайсың ба деймін ғой. Сөйтсем бұл кісіде уверенность төмен да.
если олар менен отказ беріп қалса, мен ірімшігімді өткізетін жер таппай қалам деп ана кісілерге типа мынандай ғой, мынау сенсің, мынау клиент, сен клиентпен мына уровне болу керексің, либо клиенттен жоғары тұру керексің. Айналайын, ірімшік керек па, ақшаңды сал жіберемін деп ше. Наоборот, бұл кісі төмен түсіп кеткен ғой, клиенттерге жалынады, өтініш ақшаны салыңдаршы деп ше. Салған ақшаны жіберген затымыздың ақшасын андай сұрасақ сөз ұрыс береді ғой, сен ақша сұрасаң басым ауырады, қаным қараяды деп ше. Сомен түсінбей енді басында енді оның барлығы опыт жоқ қой, енді ана ақ көңілдік дейма не дейді, саудада болмағаннан кейін бұл жерде нағыз қасқыр болған адам ғана алып шығады ғой. Бос адамды не дейді, жаңағы сіздің сөзіңіз бар ғой, қалай дейді, ана жұмсақ адам жұртқа жем депші, сол сөз жаман қатты өтті негізі маған. Сол кішкене қатайып, ана өзімнің несінде стержен болады ғой іштегі, соны мықтатпаса, ана бизнесті алып шығу өте қиын екен. Сол кезде есімде бұл кісі клиентіне айтқан ғой, айналайын, ақшаны салсаң аласың, салмасаң алмайсың деген ғой. Сөйтіп бұл клиент ұрыс қалған бұл кісі. Сөйтіп ұрыс қалып, кейін ол клиенттен отказ жасады. Мен айттым, отказ жаса дедім. Бұл сен аш қалмайсың, ол клиентіңнен алмаса алмай қойсын, мен саған басқа 100 клиент тауып беремін дедім да. Бұл кісі уже ол клиенттен отказ берді и басқалары уже таласа бастады сізге, давай маған бер деп. Басқалайда жұмыс жасауға болады екен ғой. Мен сол бір адамға бағынышты болып жүргенде зависимый болып қалғамда, енді оның барлығы опытпен келеді ғой, енді көзіміз жетіп жатыр, енді ол қателік қайталамай, енді алға қарай енді үлкен жоспармен алға ұмтылып жатырмыз енді. Иә, тамаша. Давайте былай жасайықшы. Негізі Инстаграмда көп жерде көп кәсіпкерлер өзінің успехтарын айтады негізінде. Бір өзінің жетістіктерімен бөліседі. Енді жетістік бөлісе берсек те көп қой. Бірінші жетістік емес, бірінші давайте провалдармен бөлісейік. Кімнің басында бір осы білімсіздіктің кесірінен көп ақша жоғалтқан моменттер болды. Допустим, мысалы, білмей бизнеске бір көп ақша салып жүрмін деген сияқты да. Мысалы, кеше бір кісі келіп тұр маған, жасы 19 жасар қыз, 35 миллион теңгеге женский одежда ашып жүрген да, короче. Ол ақшаны қайдан алдым деймін ғой, папам берді дейді. Папасы жаңағыдай логистик компаниясы бар ол жерде, Фурай деймін, сондай. Папасынан 35 миллион теңгені алып, торговый центрдан ашып, еще оны 6 ай ма, 5 ай ма ремонтын жасап, короче, ай сайын 600 мың арендасы бар. Ол, короче, 3 миллион аренда төлеп маған келіп тұр. Әлі ашпаған ол магазинді, мысалы. Білімсіздіктің кесірінен 35 миллион теңге жоғалтып отыр. Вот. Сосын жаңағы бізде бір оқып жатқан бір кісі бар ғой, тоже 35 миллионға азық-түлік дүкенін ашып, мысалы, тоже білімсіздіктің кесірінен сондай ай сайын 2 миллионға жуық арендасы бар деген сияқты. Сол сияқты сіздерде қандай бір практика болды, кім бөліседі? Менде болған. Менде еш жерден білім алған жоқпын, тек анау Каспиді оқып алғам. Сонымен әртүрлі заттар сатып көріп, сөйтіп жүріп, осыдан бар екен деп өзім тоқталған, өзіміздің жаңағы күйеуіміз екеуміздің тоқталған бизнесіміз ғой енді бұл кәсібіміз. Менде мынандай жағдай болған. Бізде ходовой стандарт 4 метрлік диван өте беретін еді. И 2 ақ түсі жақсы өтетін еді. И сонымен алда 24 ай рассрочка келіп жатыр, мен соған дайындауымыз керек дейміз да, біз барамыз да, бір 4,5 миллионға жаңағы 2 түсті матаны аламыз ғой. Сөйтіп, одан кілең 4 метрлік қылып, сері, бежевый, тек осы 2 түстен қырқып тастағас па? Қырқып, пішіп, тік тастағамыз ғой. Полный. И сол кезде барады да, біз жаңағы задержка болған, арада үлгере алмай қалған. Соған Каспи барады да, ең ходовой жаңағы 2 карточкамызды құлттап тастайды ғой. Каспи өшіп тұр. Өшіп тұр. Блокқа кетті. Сонымен ана матаның бәрі иіліп тұр. Менде басқа ешқандай жаңағы сату каналын білмеймін. Басқа ақша жоқ. Бүкіл ақша бәрін салып тастаған. Просто ана мата мен күйдіріп тұрған. Просто әшейін тұр таудай болып иіліп ше. Саққа күнде келем. Просто әшейін балдарға давай ананың карказын дайындаңдар да паролындап жинап тастаңдар. Оны тағы да дайындап тастаған. Настроение жоқ. Каспи магазин жоқ. Не істесек болады? И менде одан бөлек тағы да 500 мың минусқа кетем. Қалай? Ол жаңағы таргет Инстаграмға SMM емес жаңағы мобилограф алам. Жалдаған кезіңіз болса? Иә, жалдаған. Мобилограф алам. И таргетке бір қыз не қылады. Соған 500 мың теңге төлейсіз? 500 мың теңге просто так минусқа кетем. И бірақ одан маған бірде бір клиент келмейді. Ақтамады ма? Ақтаған жоқ. Бірде бір клиент келмейді.
и оны да істей алатын адам болады екен ғой, оказывается. Иә, сөйтіп сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Ол кезде кәдімгі Жылағыңыз келді ма? жылағым келді, бірақ құр қарап отқан жоқпын. Әрекет істей берейік дедім. И басқа магазин ашуға кірістім әйтеуір. Сонымен әйтеуір Құдайдың өзінің көзі тура ғой. Әрекетке берекет деп Иә, алдымнан өзімде мата пішіп тігіп жүрген апайымның Каспий магазині болып қалады ғой. И сол жерде мені сол нәрсе алып шығады, и бірақ жаңа ходовой 2 диванға заказ түспейді ғой. Басқа түстеріне түседі. Анау светло-серый деген сияқты мүлдем зеленый басқа түстерге түседі заказ. И енді Каспийдің магазинін тапқанға қуанып тұрмын. Иә, менде енді тоқтап қалмауым керек қой, бірдеңе қылып шығуым керек анадан. И сонымен тоқтауға не жоқ, амал жоқ. И солайынан дальше жаңағы заказдарды жіберіп, ары қарай жалғанып кеттік қой. Бірақ жаман қатты не болды. Бұдан не түйдіңіз? Алдын ала ештеңе істеп қойға қойға болмайды деген екен. мақал бар емес пе? Алдын ала сен. Негізі анау неміз ғой, қатты кейде көп қиялдап кетеміз ғой, анау өзіміз ожиданияға кетіп қаламыз да, орындалмай қалса депрессияға түсіп кетеміз ғой. Негізі адам ал менде де ондай жағдайлар көп болды да, қазір ойланып отырсам, неге сол кезде уайымдап депрессияға мен түспегем депші. Мысалы менде де басталып жүргенде мен осы оптовиктермен жұмыс жасаған кезде жолын білмеймін ғой, енді бір оптовик жаңа біз осылай реализацияға аламыз, бір аптадан кейін ақшаны саламыз дегенге үйреніп алғам. Мен наличкаға ешкім сұрамайтын, и ірімшік сал десе қуанып сала бергем ғой. Ақшасын сұрамағам. Ол 2 күн 3 күннен кейін жазып жіберем, ірімшік осындай ірімшік кетті, сумасынандай саласы ғой депші. Сөйтіп жүріп, болды мереке сала бер деп, солай жаздың күні бізде кішкене тоқтайды, енді ірімшіктердің өтімі деген. Сол кезде тоқтамасын әйтеуір, сол ақшасын қарамағам, санамағам, главный сүт кетіп жатыр, ірімшік кетіп жатыр деп жібере бергем. Қарасам 4 миллион 800 мың затын салып тастағам ғой. Соны жинай алмадым сол бойы. Ол кісілер енді басында бір 50 мыңдап, 100 мыңдап салып тұрды, енді бөліп уже 3 ай өтіп жатыр, 6 ай өтіп жатыр. Мен күнделікті сүтке ақша беруім керек. Уже 600 литр ол кезде 700 литр алып келеді. Ана жақ сүт сұрағаннан кейін мен кредит алдым. Енді анау жауып тастаймын ғой деп. Енді қарыз қанша минусқа кеткен санауы қорқам да, бірақ артқа вообще қараған жоқпын. Осылай тұрып қалам деп те қорқыныш болған жоқ. Білмеймін, бір өзімнің бір күш алып шықты сол кезде ше. Ана бір 5-6 айдан кейін соның өзі орны жабылды. Ал егер мен сол кезде ойбай есептеп, ананы есептегенде мен ананы қорыққаннан жауып тастайтын едім, ананы ше, уже бітті, мен косякқа кірдім, қора уже батпақтамын, шыға алмаймын деп. Енді Құдайдың өзі бір не берген шығар, белгі беріп, әйтеуір сол кәсіпті қазір солай келе жатырмыз ғой, енді әлі де кішкене нелер бар, қателіктер бар. Оны енді жолын білгеннен кейін қазір түсініп жатырмыз, кәсіпкердің айырмашылығымен жаңағы қызметші, біз қазір сіз айтасыз ғой, сотрудник, таза сотрудниктер деп, мықты деп па не дейді? Лучший сотрудник, біз грузчик деміз. Ана ішін жуа саламыз да, кастрөлдер жуа саламыз, әйтеуір сондаймыз ғой қазір. Енді кәсіп бизнес деген саланы енді әйтеуір меңгеріп жатқан сияқты. 5 жылдың көлемі болса да, әйтеуір жаймен практикамен енді ой келіп жатыр. Бұл жерде осы қиындықтардан өтпесеңіздер, сіздер осы деңгейге жетпейтін едіңіздер. Әр қиындықты солай шыңдалады екен ғой адам. Бірақ бір нәрсені ескеру керек та, кәсіпте тауарды клиентке қарызға беру деген кәсібіңді өз қолыңмен өзің жабу деген сөз. Көп кісілер келеді да сабаққа, бизнесін инвалидный бизнес қылып тастаған. Яғни өзінің тауарының ақшасын жеп қойған, тауарын қарызға берген, енді қайтадан ол тауарды толтыра алмайды орнын, оптовикке де төлей алмайды, жаңа поставщигіне де ақшаны қайтара алмайды. Сөйтті уже қарызға кіреді, ақша табумен емес, қарыз табумен ысады. Яғни сен бизнес бастаған неше жыл болды деймін. Мысалы 5 жыл болды дейді, 5 жыл бұрын қанша қарызың бар еді деймін. Қарызым жоқ еді дейді. Қазір қанша қарызың бар? Қазір қарызым 50 миллион, 20 миллион. Сен 5 жылда не жинадың дегенде, 5 жылда сол 20 миллион қарыз жинайды екенсің. Сен просто қарыз жүре береді екенсің. Сонда бұл бір проблема мида. Мен қарызға бермесем тауарым өтпейді. Ол алмайды. Лучше өтпей тұрғаннан қарызға беріп, кейін жинап алған дұрыс қой деп ойлайды. Берекесі болмайды екен ол.
мына бір жағынан қараңыздар, қазір жасап жатқан кәсіптеріңіз, тауып жатқан табыстарыңыз сол 5 жыл бұрынғы сіздің арманыңыз болған. Сіз күніне осынша тонна сүтті өндірсем екен, осынша ақша тапсам екен деген, кәдімгідей өзімнің цехым болсам екен, осынша миллион жасасам екен деп бастаған армандарыңыз қазір орындалып жатыр да. Сонда ана бір мысал бар ғой, мынау бриллиант дейді, бриллиант, оның екі түрі болады. Біріншісі ол искусственный деген бриллиант, ол лабораторный деп айтады оны. Екінші ол натуральный дейді, ол каменный болады. Ол таудың тастың арасынан табылатын бриллианттар болады. Соның тастың арасынан табылған бриллианттың бір какой-то кусогы бір $10,000 тұрады дейді да, или $1,000 тұрады дейді. Оның после обработка белгілі бір 300 қанша градуста ол балқытылып, қыздырылып жасалған кезде оның қырлары көбейеді екен да. Когда оның қыры көбейген сайын ол қымбат жүреді екен. Карат болып саналады екен да. Уже мысалы $10,000, $100,000 тұрады екен. Өйткені оның бағалы болуы оның қырларына байланысты болады. Бұл дегеніміз 5 жыл бұрынғы бриллиант болған Мереке қандай еді, қазіргі Мереке қандай да. Әрбір тәжірибе, әрбір опыт, қателік, провалдар, минусқа кіру ол сіздің шыңдайды. Сіз содан пісіп шығасыз. Сіз қаншалықты қырыңыз көп болған сайын сіз нарықта соншалықты ценный бола бастайсыз. Уже адамдар сізге соншалықты сумманы төлеуге дайын болады да. Мысалы, мен де 5 жыл бұрын, мен 9 жыл болып кәсіп бастағанмын. 9 жыл бұрынғы сапар бір Инстаграмды бір айға 15,000-ға жүргізетін еді. 15,000 теңгеге бір ай бойы аккаунт жүргізетін да, мысалы ретінде. Ол кезде аяқ киімнің ремонт жасайтын не болатын, мастерской болатын да. Соның Инстаграм жүргізетін 15,000 теңгеге. Қазіргі сапар қандай да, мысалы. Сонда осы уақытқа дейінгі бүкіл тәжірибе, мысалы, бұл кісінің бизнесін жүргізіп жатсақ, бұдан тәжірибе жинаймын, женский одежда жүргізіп жатсақ, бұдан тәжірибе жинаймын. Сол опыттың барлығы мен де қырымды көбейтті ғой. Сол сияқты бұның барлық сіздер үшін тәжірибе да. Бастысы содан сабақ алу керек, қалай шығу керек, және соны екінші рет қайталамау керек, негізі. Ана айтамын ғой, первая ошибка это ошибка, а вторая ошибка это диагноз, а третья ошибка это болезнь. Сен уже бір қарызға бердің ба, аузың күйді ме, екінші рет бердің ба, үшінші рет бердің ба, болды. Сен одан шықпайсың деген сөз, да? Вот, иә. Сол сияқты, Рано ханым, сізде қандай бір практика болды? Мен басында сол қаладан ашқан кезінде қиындықтар болды. Сіз походу бір магазин сатып алдыңыз, иә? Да готовый қылып сатып алдыңыз ба? Жоқ, сатып алмадым, арендаға алғам ғой. Арендаға алдыңыз ба? Иә, содан кредит алдым. Кредитті қиналған кезінде бағана екінші кредит алып, ананы жаба бастадым. Сөйтіп жүрдім ғой, 7-8 айға дейін сөйтіп жүрдім. Басында сондай қиындықтар болады екен. Сосын бағана қарызға мен де клиенттерге сеніп, қарызға беріп, ала алмай қалған клиенттерім болды, крупный. Ол кезде 500,000 мен үшін үлкен ақша. Сарыағаштан бір клиентім бар еді, есімін айтпай қойды, сол Алматыдан товар салдырып жібергем. Ол клиент довериеме кірген уже. Сөйтіп салдырып, бағана товарды түсіріп жатқан кезде балдар звондайды. Әпше бере берейік па товарды, иә беріңдер дедім де, сөйтіп ана клиентпен сөйлесем, қазір күйеуім келе жатыр, салып жібереді Каспиіңізге дейді. Жарайды деймін, 1 сағат күтем, 2 сағат кешке есіме түседі, звондаймын, түспейді, қазір салады дейді, саламыз дейді. Сөйтіп 2-3 күн звондадым, сол күйде мен ала алмадым. Одан басқа қанша адамдарға сеніп қарызға беріп ала алмай қалғандарым болды. Ол да мен үшін сабақ болды енді. Қанша қарызға кірдіңіз? Қанша минусқа кірдіңіз? Ең көп қарызыңыз қанша болды? Сол 3-4 миллион болды. 3-4 миллионның арасында болды, иә. Негізі басындағы бастағандардың бәрінде осындай ситуациялар көп кездесетін сияқты. Иә. Енді ол клиенттерге сеніп қаласың да. Сеніп, тем более алып жүрген клиенттер ғой. енді ол кісілер де мысалы жүрді, олар да алып сататын кісілер ғой енді. Олар да бала шағасын бағып отыр деймін, қалай солай адамның қақысына кіреді деймін. Мысалы бір сөз бар ғой, кеше ғана естідім, осы бір енді ғалымға барып өтініш жасайды екен, бір миллиардер ма, енді бұрынғы заманда осындай үрімпұтағыңа осындай ақшалай көмектесе маған жаңағыдай тақуа жөнінде кітап жазып бер дейді екен. Сөйтіп енді уақыт өтіп келіп кітапты алуға келсе, жаңағы ғалым кітаптың атын сауда деп жасап қойыпты да. Содан кейін ана таң қалған екен, мен сізге тақуа жайында жаз деп едім, неге бүйтіп айнып кеттің деп сөйлеген ғой. Сөйтсе адамның ең тақуаның шыңы саудада деген екен. Осы саудамен айналысатын адамдар
шын Құдайдан қорқатын кісілер сол кезде байқалады депті ниеті. Мысалы көп қой саудада жаңағыдай ақшасын алып қою, болмаса өндіріс кезінде тараздан жеу. Мысалы қазір ірімшік мына құрттардың ішінде мысалы 15% ғана сүзбе құрттың, қалған бәрі қоспа. Кәдімгі күрішті жібітіп ұнтағын жасайды. Оның ішіне неше түрлі заттар қосады да, бірақ құрт деп соны байып жатқан кісілер бар да. Енді соны естіп маған үлкен бұл сабақ болды да. Енді Құдайға шүкір, енді ешқандай кейбіреуін майын алып қояды сүттің, сондай кезде ең адал жасаған Құдайдың алдында шын пендесі екенін білмейді екен да осы саудада деп түсіндім. Содан кейін дұрыс жолда екенмін ғой, саудада жүргенімде жақсы екен ғой деп мен басында саудаға қолым жаңағыдай жүрмейді, білмеймін деп қашатын негізі өзімді басқа өзімнің мұғалімдік, оқытушы сондайға кетем ба деп жүргенде негізгі тәжірибемен осылай шыңдала береді деген рас екен да адамның ниетіне қарай, өзіне қарай енді адал сауда жасаған. Енді қақымыз қалып кетті деп іштейді күйінесің кейде, бірақ енді барлығының өзінің қайыры бар деп енді бәрімізде де сондай жағдай болып жатыр екен ғой, мына кісі де айтып жатыр ғой жаңағыдай алып бермей қойған деп. Барлығы өмір болғаннан кейін көреді екенбіз ғой. Иә, осы орайда бірден айтқым келеді. Негізі мысалы біреу сізден қарыз болса, сіз ол қарызды мысалы қашан саласың деп звондап сұрай бересіз. Ол одан қаша береді. Өйткені ол салғысы келмей жатыр, либо саламай жатыр деген сөз да. Енді айтады да, егер сен біреуден мысалы біреу саған қарыз болса, сен оны қайта сұрай беретін болсаң, сенің бүкіл энергияң соған кетеді. Сен қашан салады екен, не салмай қойды деп уайымдап кетесің да. Жұмыстың бәрі қап кетеді ғой. Энергияңды құртқанша сен мына жақтан өзің табуға тырыс. Ол адаммен екеуінің арасында қарызды Құдайға тапсыра сал. Құдайға тапсыр. Құдай оның ойына, білмеймін, оған белгілі бір сынақтарын жіберуі мүмкін, или болмаса оның ойына салуы мүмкін, или оның кәсібін күшті қылып жүргізіп жіберіп, қарызын қайтару мүмкін да негізі. Біз деген соған энергиямыз салып, мына жақтан ол салмайды ақшаны, мына жақтан энергиямыз жоқ жұмыс істеуге, сонымен екі жақта қаламыз да. Иә, сол ғой. Иә, негізі сосын тағы бір нәрсе осы бізді енді сіздермен байланыстырып, таныстырып жатқан нәрсе бұл біздің осы обучениеміз, рекорд сабағымыз, иә. Енді бұл рекордтың сіздер 22-ші потогында оқып жатсыздар. Почти енді оқып жатқандарыңызға 2 ай болып жатыр екен қазір. Осы 2 ай бұрынғы сіз қандай едіңіз? Сол бойынша бөліссек. Давайте. Ол кезде жаңағы мысалы мен кімді есімде, Айнұр ханымды Каспи магазинмен ғана сатады. Каспиде бір минус рассрочка болса ғана продажа болады, рассрочка болмаса продажа болмайды. Сөйтіп отырады, Құдайдан тілеп рассрочка қашан болады екен деп. Одан кейін тапқан ақшасының барлығын доставкаге, Каспи комиссияның, еще рассрочкамен алғанның комиссиясын білесіздер ғой. Еще диванда возврат деген көкесі болады бұл кісілерде. Возвраттар болады, анау біреу ұнамай қалды, размері тура келмей қалды, түсі ұнамай қалды, көп қой ондайлар болатын. Сол моменттер болатын да, бұл кісінің күйеуімен бірге келген кезде есімде. Сол бойынша давайте бөлісіп өтсек. Біз сіздермен алғаш рет тренингте таныстық, чтобы сол тренингке деген қандай болды, тренингте не нәрсе әсер етті, сіздер осы сабаққа келуге, оқуға, өйткені қаншама адамдар бар шығар. Ой, бұндай курс оқу керек емес, инфо-цыган, андай мындай дейтін сияқты. Сіз сол кезде сіздер де сөйтіп ойлаған шығарсыздар, бұндай обучение алам деп те ойларыңызда болмаған шығар. Сол бойынша давайте, Айнұр ханым, сізден бастап өзек. Мен де мысал үшін, мен сізді бір инстаграмнан қарап, бұдан алдын вообще танымайтындығым. Мен күйеуім жалпы бұндай нәрсені, в общем, сенбейтін. Бірақ мені оқимын дейтін нәрсенің бәрін оқытып, поддержка беретін, қолдайтын да. И сонымен бір күн айтам ғой, инстаграм қарап отырам, жаңа заказ аз, күнде 2-3 ғана инстаграм ақтарып отырсам, алдымнан сіз шығасыз ғой. Таргетім шығар, иә. Январь, февраль мертвый сезон емес деп. Сонымен, қалай мертвый сезон емес? Мертвый сезон ғой, отырып қой деген ой келеді. Ешетемді жазам ғой. Сонымен тренинг дейді, болды, барам деймін. Сонымен жаныңызға еріп кешеңіз болады дейді. Жолдасыңыз, иә. Сөйтіп күйеуіме айтам, біз 15 күн, осындай жерге баруымыз керек деймін. Тағы да не шығардың деп қойды ол маған. Жоқ, біз баруымыз керек, қалайда қалмаймыз, барамыз деймін ғой. Сөйтіп екеуміз жұмыстамыз, жаңағы әуіріп тұрмыз, баруымыз керек деп анаған миына құйып қойғам. Сөйтіп азанда тұрамыз да екеуміз келеміз ғой. И менің күйеуім менен бұрын ана жерде отырамыз,
сөйтіп сіздің сөздеріңізді тыңдаймыз. Жаңағы мына кісінің айтқан мақалы ғой, жұмсақ адам жұртқа жем деген нәрсесі бізге қатты өтеді ғой. Біз екеуміз де жұмсақпыз жаңағы. Біреу жұмысшыларымызды, в общем, бізде жұмыста жүйелей алмай жатқан тұстарымыз көп, командамызды. Сондай біздің тура бір сіздің айтып жатқан сөздеріңіздің бәрі тура біздің істеп жатқан ошибкаларымызды айтасыз ғой сіз ше. И оның бәрі бізге қатты өтеді анау. И содан кейін күйеуім айтады, болды, ешқандай не жоқ, оқимыз дейді ғой. Сонымен таң қалдыңыз. Таң қалдым. Бірақ менің өзім оқығым келіп тұр, бірақ бұл жолы мен оны оқиық, біз мынаны дамиық деп мен үгіттеген жоқпын, оған ешқандай ықпал жасаған жоқпын. Просто ол өзі келді, осы жерден жаңа результат ала алатын ол өзі түсінді. Сол кезде айтпақсыз продажа істедіңіз ғой? Иә, дәл сол жерде отқан кезде мен өзім 468 мың ба продажа жасадым, дәл сол моментте. Сізде бар едіңіз ғой, иә. Бірге жасадық қой. Бірге жасадық сол жерде. И болды, осы жерден аламыз деді. Кейін жеке консультацияңызға бардық. И сол жерде төлем жасап, сабағыңызға келдік. Біз қазір ешқандай өкінбейміз. Зато қайта мен күйеуім қуанады қайта ше. Басқа да сатудың каналдарын үйреніп жатырмыз. Тек Каспи мысалға. Каспиден бір немізді товарымыз қылтап қойса да қорықпайтын болдық қой баяғыдай. Еще наличка сатып бастадыңыз. Біз мысалға осыған дейін наличка ақша ұстамағанбыз ғой. Тек жаңа товар жіберіп қоямыз. Каспиде бір аптада түседі, күтіп отырамыз соны. Тек соған үйреніп қалғанбыз. И бұл кісіге келеміз. И келгеннен кейін уже сабақ бірінші екінші сабақтан бастап уже сата бастадым ғой. Бірінші екінші сабақтан бастап сата бастадым. И содан бастап наличка ақша ұстай бастадық. Уже күйеуім о деп одан самат қызығушылық арта бастады. Наличка ең көп қанша ұстадыңыз? Что бір клиенттен қанша көп заказ түсті? Бір клиенттен дейсіз ба? Ең крупный заказ алған 680 мыңға бір клиенттен. Диванға наличка заказ алған. Наличкада пайда көп. Пайда көп. Комиссия жоқ, наличка еще бірден береді. И олармен нағанда да мысалға переплата алып аласыз. Ондай кезде уже істеуге де желание ашылады. Иә, 10% переплата алып алсам негізі. Сосын күйеуім айтты, 10% емес, 30% переплата ал. И одан кейін заказын жасаймыз деп айтты. Предоплата деген нәрсені осы уақытқа дейін түсінбедік қой. Ондай нәрсе. Менің өзі біз небіз ғой анау. Өзімді былай елестеттім да, мен ішінде тышқан жүгіріп жүреді ғой. Бір ғана бағыт жүре, тек қана азан кешкен бір тірлікпен. Сөйтсек, осы неге келгеннен кейін уже не дейміз, ойлау қабілетіміз ба, жан жаққа қарап, уже айналаға қарап, кең әлем, мүмкіндік көп екен, уже көзіміз жетті да. Мен әбден уже жаңағыдай қиындықпен келдім ғой, енді қаншама проблема болды. Бір проблеманы шешсең, екінші шығып жатады, ана сүт түрет десең, әйтеуір мына жақтан бірдеңке шығып жатады. Сізге келген кезде жаңағы жеке консультацияңызға бардым ғой. Консультация кіріп шықтым, бүйтіп арқалап жүрген жүгімді ішіп беріп, бір өзімді жеңіл сезіндім ба, как будто бір бүкіл мен жұмысымды істеп беретін адам ұқсапшы. Сондай бір рахат сезіммен шықтым өзім. Наконец-то Құдай бар екен ау деген нәрсемен шық, бір көмек болады деп кәдімгідей көзім жарқ ете қалды. Әйтпесе мен оға дейін ешқандай мүмкіндікті көрмегем. Мысалы, тек бір бағыт болды, басқа нан істесем болып кете ма, нан істеп көрейін деген нәрсеге ми жетпейді ғой бізде уже кәсіппен айналыспағаннан кейін. Сабаққа дейін қандай қиындықтар болатын, мысалы сізде нақты бір 3 қиындық айта аласыз ба? Сабаққа дейін менде қорқыныш болатын. Ірімшік тұрып қалады. Өтпей қалу мүмкін. Срок жақын ғой. Одан кейін мен енді сүт күнделікті келіп тұрғаннан кейін уже ақша жағы да проблема болады. Бергеннен кейін ақшаны жинай алмай қалам. Әйтеуір сондай ғой, клиент шығу үшін жолы көп қой. Мысалы таргетке берсе, рекламаға шығуға не жоқ еді. Сенімділігі жоқ еді менде. Бірақ жасау жағынан 100% ол ұрып тұр. Енді ірімшікке мен өзім 100% жауап бере аламын да. Сол сату жағынан менде көп кемшілік болды. Сата алмаймын деп ойлайтын. Сата алмаймын деп қорқыныш болатын, сенімділік болмайтын. Мен болатын сізде. Бәрін өзің істеп жүретін. Өзім істеп жүретін. Енді сабаққа
келіп бірінші күні проработка жасадыңыз ғой жаңағыдай. Убеждение ма, сол миымызда уже ауыстырған кезде ол сенің ойың деп біз келіп бірінші жалоб айтуға ұстамыз ғой. Қиындық айтып жылануға ұстамыз ғой, сондайда жертва болып. Сол мысалы менің сабақ алғаным бұл жердегі мысалы қандай проблема болды, ол проблеманың ішіне кіріп кетпей, сол проблеманы шешетін жолын әрекет ситуация ретінде қарау керек. Сол әрекет жасай, сол проблеманы шешетін әрекетке көш дегенше сол неге келдім қазір. Мысалы жаңағы качеля бар ғой, сіздің айтуыңыз бойынша качеля қозғалуын айналатын еді олайнан. Қазір уже бірден контроль жасайсың да уже. Стай аламыз. Бұл нәрсе әшейін уже проблема былай болып қалды. Былайша айтқан кезде жай болып қалды әшейін. Әйтпесе одан 3 есесі 4 есесі болып жатыр ғой, качелямыз қатып қалған ғой олай. Жақсы. Ал Айгүл ханым, сіз ше? Осы мен негізі байқаймын да, Айгүл ханымда біраз өзгеріс болды. Өте жақсы өзгеріс болды. Үлкен магазинге көшті. Көз алдымызда болып жатыр ғой результаттар. Кешегі аптада вообще-то магазиннен бөлек бұл кісі идеяны өзгертті да, чтобы тек магазиннің табысына ғана қарап отпай, бірдеңе істеу керек деп, бұл кісі магазин, яғни женский магазинді қалай ашуға болады деген адамдар қызық қой. Мысалы, кеше бір кісі келді, косметика магазин ашқан 15 миллионға, жүргізе алмай отыр да, действительно мысалы ретінде. Знаниясы жоқ, біреудің 5 мың теңгелік марафонын алғанда соны бастап кете салған негізінде. Бұл 5 мың теңгеден бір күшті білім де алмаған. Бұл кісі кәдімгі магазин ашу бойынша, именно женский магазин ашу бойынша сабақ жасайық дейді ғой маған. Курс жасайын дейді. Оны мен сатып жүргенмін дейді. Соны кеше апта сатып 1,5 миллион теңге істеп келдім дейді. Бір аптаның ішінде. Сол өзіңіздің сабаққа дейінгі қиындықтарыңызбен, өзгерістеріңізбен бөліссеңіз. Ең алдымен сіздер туралы, яғни инфобизнесте жүрген кісілер почти Қазақстанның бір 80% сіздерге сенбейді. Өйткені бірінші қарайды, артында не бар өздерінің, машинасы қандай бизнес ашқан, неше үйі бар деген ең бірінші сұрақ ол менде де болды. Қасымдағы достармен кездескенде де айтамын, мынандай Сапар Абдрахман танисыңдар ма? Сонда курсына қатысайын деп жатырмын. Оның курсы андай емес па деген сияқты. Өйткені мен өзі максимум 300 мың теңге курс оқым, ал сіздің курсыңыздағы баға мені шок қылды бар ғой вообще. Сонымен жоқ, мен де сенбедім басында. Олар не істей алады дейсің, ары кетсе үйтесің, бүйтесің, оны мен де білем ғой деген сияқты. Сосын сіздің неңізге мастер-классыңызға келдім. Ол кезде де прям 100% мен қатыспаймын деп отырмын. Өйткені сіздердің соңында курс сататындарыңыз білем. Соңында сіз айтқан жоқсыз ба? Сіз сата алмадыңыз маған деп па, бірдеңе деп тиісіп отқан. Сонымен не керек, мен сат алмаймын деп 100%. Сіз не тастадыңыз ғой, ортаға оффер тастадыңыз 50 мың теңге. Консультация 50 мың теңге. Өйткені ондай адам керек болып жүрді маған. Мен ойлайтын консультация прям бәрін бүйтіп айтып береді, көремін мен деп ше. Консультация келістім, 50 мың теңгеге бардым. Сізді білмем, сізге байланып қалдым ана жерде. Ең басты айтатыны, мен сені өсіріп берем, табысыңды өсіріп берем. Бірде-бір жасасаң дедіңіз сіз. Соған байландым мен. Сізбен уже как подруга ретінде сөйлескеннен кейін сіз маған инфобизнестегі қасындағы досым ретінде білдіңіз. Уже ойыңыз өзгерді, чтобы инфобизнестегілер жаңағыдай негативный ой өзгерді. Негативный ойлар өзгерді. Сіз сияқты мен таппаймын ондай адам, шын айтам. Айгүл не істеп жатсың? Айгүл қалай болып жатыр? Магазинге барайық. Анау-мынау жоқ, ондай жоқ қазір. Алсаң аласың курс, бірақ болды, не істесең өзің біл дейді. Мен саған сабақ өтіп бердім, болды. Өзі ответственность алмайды тоже. Главное, что ақшаңды алып алдың, лақтырып жібереді ғой, мысалға. Өзіңе ответственностьті лақтырады, өзің істейді. Сізде мысалы куратор бар, Бану ханым шығады. Айгүл ханым не істеп жатсың, не істеп берейін? Оған мен таң қалдым, мысалға ше. Любой жұмысыңды жасап береді Бану, как қасыңдағы менеджерің сияқты ғой Бану. Солай мен сіздерге деген ойым өзгерді. Сіздерге емес, именно сізге деген ойым өзгерді. Результат шығарып беретін үлкен бір кәсіпкер ретінде сіздің қандай бизнестеріңіз бар екен, осы неден кейін тренингтен кейін біле бастадық. Мысалы, сіз вообще инстаграмға шығармайсыз, мен андай нем бар, кәсібім бар, мен анша табамын деп оны шығармайсыз. Мысалы, партнермен бірге істегенсің шығармаймын ғой. Сол ғой. Еще сіздің ең бірінші фишка үй алу бойынша көп
білім алдым үй алу бойынша. Өйткені 5 жылдан бері біз квартирада жүрміз, үй алуды қалай білмейміз деген сияқты ғой. Ал курсқа келетін болсақ, еще 3 үй бар деген. Біз келдік, 4-ші үй пайда болды деген сияқты ғой. Еще курс басталған кезде мен алдым ғой 4-ші үйімде. Сол кезде қатты мотивация болған шығар. Барлық таныстарым көрсетем ғой, наңғара сапар үй алып жатыр, молодец. Наличкаға 52 миллионға. Еще қалай алатындарыңыздың бәрін бөлісіп отырасыз, ашық. Былай алам, Айгүл. Айгүл ханым пенсионный фонд төлеп жүр ғой. Үй алам деп ше. Мен айтамын, зачем сіз пенсионный фонд? Мен осындай табысты көрсету керекпін деп. Мен айтамын ғой, бар ақшаңмен алайық деп. Қашан үй аламыз енді? Бұйыртса, жақын қалды. Негізі осы жерде бір нәрсе айтайыншы. Мен сізге келгендегі мен қазір қатты өзім ойланамын да. Үлкен бизнесім бар, мен өзім білем деп ойлаймыз ғой негізі. Бірақ сол өзім білем, мен бизнесім дамып жүріп тұр деген адамның өзіне негізі білім керек екен деп ойлаймын. Білем деп айтпау керек қой. Білем деген нәрсе ол ең қате нәрсе екен. Менің сізге келгендегі ұққаным сол. Білем деген жерден тоқтап қаласың ғой. Негізі анау қандай сала болмасын, нағыз өзінің маманына жүгінген дұрыс қой. Мысалы, сауатсыз аштық қой, мысалы. Қазір біз мейлі көп қой кәсіпкерлер да, қазір Құдайға шүкір әйтеуір кәсіппен айналысып жатқандар көп қой. Енді жастықпен, білместікпен қаншама әйтеуір жолын таба алмай жүргендерге бұл үлкен сауапты іс бір шетіші. Жаңағыдай жол көрсетіп, бағыт беріп, уже кішкене көзқарасын, ойлау мышлениясын сәл кеңейтіп, оған көмек керек. Мысалы, ауадай қажет, мысалы, суға батып жатқан адамды былай құтқарып алғанмен бірдей болып тұр ғой. Енді бұл қазіргі таңда ең маңызды саланы таңдағасы деп ойлаймын. Өйткені қаншама кәсіпкердің қазір осы отырған өзіміздің де байқалып отыр ғой. Енді қалай келдік, қалай болып жатырмыз. Сол себепті мен айтам, қолдайтын едім. Бір ұнағаны бұл кісінің. Менің күйеуіме де маған да ұнағаны. Мынандайда біз көп нәрсені мысалы естиміз, көреміз ғой. Жаңа Айгүл ханым айтқандай, сенде результат бар ма, жоқ па, курсын сатып болғаннан кейін сенімен вообще связға шықпайды да, обратный. А сізде ондай бізбен қайта жолығып, оятып, бізде давай деп тұрасыз да. И сізден шығам, мотивациям топ болып шығады да, кәдімгідей біраз продажалар істеп тастаймын. Үйге шақырып, мант істеп бәрібір де күшті айта берсеңіз, негізі көп сабақтан мен өзім түйген. Курсымды негізі осыдан 2025 жылы жазда мен сата бастадым. Өйткені сұраныс көбейді, менде машина алып жатырмын, обороттарымды көрсетіп тұрамын. Каспиде скрин жасауға болатын еді. Ол кезде енді бастағанның өзінде 8 миллион, 10 миллион, 11 миллион оборот ұрып тұратын менде. Сосын оборотты көрсетемін, міне, мен былай өсіп жатырмын. И күнделікті күнімді көрсететін. Мен былай істедім деп. Еще машина алдым, ол машина алу маған плюс болды да, адамдар сұраныс келе бастады. Сонымен 50 адамға саттым ғой мен. Курсыңызда? Ол 50 адамда, примерно 30 адам онлайн, 20 адамға офлайн өттім ғой. Ал ол кезде курстың бағасы, күлесі ғой, онлайн бағасы примерно 10 мың, 15 мың арасы, ал офлайн бағасы уже 20 мың, 30 мың. Сондай болды менде офлайн. Еще мен до, после бәрін магазин қалай ашасың, қалай жабасың, бәрін айтып берген ғой, ана жерде ше. Енді ол жерде нықтаған кісілер болды енді. Ашқанда кісілер болды. Дальше мен жалғастырғым келді. Магазин ашып болғаннан кейін магазинге келеді қыздар, сіз курс ашсаңыз, қатысамыз, ашсаңыз деп неше адам кел. Сосын оппа, қосымша ақша табуға дедім. Солай ашып көрдім. Кешегесінде 2-ші поток деп атын қойып, солай қаншадан саттыңыз бұл жолы? Бұл жолы офлайнда 120-дан саттым, ал онлайнда 30 мыңнан саттым. Солай саттым. Бағаңыз өсіп тұр ғой? Форматында өзгердім. Мен айтқан бағаң қымбат көтер деген бұл кісіге ұрысып. Еще ана кісімен офлайнда кездесіп отырғанда да энергияң кетеді, ана жерде кейде болған менде екеуміз отырған кезде тамақты да өзің төлеп кететін. Ойлаңызшы, ана жерде алатын 30 мың теңге, тамаққа 15 мың теңге төлетін, 15 мыңға қайтасың ғой. Солайда, өйткені кейбір кісілерді дата болғанда ұят жоқ, келеді, тамақтанады, кете салады. Мысалы, тамақ қанша болды деп сұрайтындай кісілер болды. Енді оған түсінесің. Солай әйтеуір пайдаланып қалу деймін. Қазір енді магазин жүріп тұрып, жүйеленді, кассовый аппарат қойылды, бағалар дұрысталды, контент дұрысталды, жеке бренд қолға алдыңыз.
Иә, И заодно курсыңызды жоғары чекпен запускать еттіңіз қайтадан. Енді осыны стабильно запускать етіп отыру керек болады сізге. И қазір оффлайн 120 мыңнан қанша адамға саттыңыз осы потокта? 120 мыңнан 7 адамға 7 адамға саттыңыз. Неден онлайнға? Онлайнға 12 адамға саттым. 12 адамға саттыңыз, иә. Молодцы, вообще күшті. Так, в общем, уверенность пайда болды ғой? Иә, әрине. Курсқа келгеннен кейін біраз уже жаңағы мәселе ғой. Білім деген нәрсе бұл не екен да, мысалы білу екен да. Білу деген, допустим, мен айтайын сізге, мысалы мынау қандай ағаш десем, сіздер айтасыздар, что бұл типа бір ламинат или бірдеңе, бірақ бұның құрамы қалай жасалынады, қанша клей қосылады, қанша бір ыстық температура жасалынады, біз білмейміз, иә. Бұны инженерлік бір білім керек болады. Біз білем деп жүрген нәрсе бұның сырты ғана екен ғой. Біз сыртын ғана біледі екенбіз да, бірақ оны ішін білмейді екенбіз. Мысалы ретінде, допустим, продажаны көбейтуді біз білем дейміз, ол бір таргет жіберіп қоймен болмайды да ол. Ол искусственный жол, постоянно сен клиент табасың, түседі ақша үстінен, түскен пайдаңды таргетке төлейсің. Өзіңе ештеңе қалмайды да. Сен білем деген нәрсе осындай минус қалып келеді екен да. Вот. Ал Рано ханым, сізде қалай болды? Осы 2 ай бұрын қандай қиындықтар болды? Мен өзім айтып берейінші Рано ханым. Өзім айтып берейін. Бұл кісі қызық болатын. Мен әлі күнге есімде декабрь айында келеді. Маған жазып жүреді бір апта жазып жүреді. Мен уақытым жоқ жауап беруге. Bir кезде жауап берем. Сапар жолғайықшы, менде бір осындай мәселе болып жатыр дейді. Хорошо деймін, давай жолғайық деймін, консультацияға ақша төле деймін. Төлейді, келеді, жолғамыз, қызымен бірге келіп отырған. Декабрь айы ғой примерно. Уже декабрьдің, биылғы декабрь, өткен жыл 2025 декабрь байқасаңдар сәл жай өтті, андай бір сауда аздау болды. Бұрынғы декабрлерде күшті болатын. Өйткені кәдімгідей рынокта білмеймін бір кішігірім кризистік белгі болды ма, сауда сәл жай болды. Мысалы даже Каспий магазиндерде прям күшті болған жоқ, иә. И сол кезде бұл саудасы болмай жатқан ғой. Кеп сөйтмей айтамын, давай былай жаса, 30 жаса, мынаны жаса деп тапсырманың бәрін беріп жүрем. Бұл кісі менен жеке наставник салам дейді ғой, короче, 5 миллион теңге оқимын дейді. Сөйтіп 100 мың теңге төлеп кеткен. Сөйтіп қараймын Инстаграмда, Инстаграм білмеймін, WhatsApp статусын қараймын ғой. Номерін сақтап қойғам. WhatsApp'тан жіберіп жатыр, ұрып жатыр, барып істеп жатыр. Сөйтіп бір күн оқисыз ба десем, саудам күшті болып жүріп жатыр. Кейінде оқимын-ау, пока ақша жоқ. Пока керек жоқ Курсқа па? төлегенше қарыз төлеймін деген сияқты жазып жүреді ғой. Ойбай деп қоямыз. Оқимын дегенді кәм деймін. Сонымен, короче, жарайды көрейінші деймін ғой, январь болсын деймін ғой, январьда өзі жай-жай чотам оқисыз ба десем, оқимын-ау да. Сондай болатын. И курсқа дейін қандай кәсіпте қиындықтар болатын сізде? Қаншама кәсіпті дамыған сайын бәрі білім жетіспейткен да, соны мен басынан білетін едім. Бірақ көмек керек болып жатыр да, уже сотрудниктерді көбейтер еткенбіз. Қазір Аллаға шүкір 12 сотрудник болды кәсібімізде. Оған дейін сотрудниктер, студенттер болатын еді? Иә, временно істейтіндер. Иә, 6 адам еді. Сөйтіп білім керек болған кейін Сапар мырзаға жолықтым, консультация алып, сөйтіп ол жақта мейлі ғой, Сапар мырза, білесіз ғой, бір зданияда тұрамыз. Бізді конкурент көретіндер бірінші этажда, біз подвалындамыз. Бұл кісінің конкуренті төбесіне келіп ашылған ғой. Сондай болған, сол жақтан мен қиналдым. Олар қаншама бізде мықты конкуренті, обороты мықты фирма еді. Сөйтіп Сапар мырза келіп, отдельно консультация болды, сабаққа қатысып, оларды ұмыттым мен. Тек алға деген мақсат қойып, сол бойынша келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Өкінбеймін, көп нәрселерді үйрендім. Әсіресе екінші сабақ мен есімде қалды. Есіңізде ме, Сапар мырза, бізге жеке дүкенге келіп сіз көрдіңіз ғой. Сол кезде арманның бірін сізге айтқан едім. Сөйтіп сіз флиппингті айттыңыз. Сол екінші сабақта тура сол өзіңіз айналысатын бизнес екен, сол туралы айтып жатсыз. Маған енді ана сабаққа кірісіп кеткем, диктофон қойып қойған ғой. Диктофон қойып, тыңдап, ананы көп нәрселерді үйрендім сол жерде. Қалай үй алуға болады, қалай ремонттап сатуға болады. Өзім қызығам да, соны Құдай қаласа дополнительно істеймін деген мақсатым бар да. Бірақ Сапар мырзаға енді білмеген ғой, сол салада сол істейтін білмеген. Сөйтіп айтқан кейін түсіндім да, тура мен үшін айтылып атқандай болды ғой, сол сабақты бәрін түсіндіріп, көп нәрсе үйреніп, рахмет сізге. Әлде де үйреніп келе жатырмыз. Команда реттелді, 6 адамнан 12 адамға көбейдіңіз. Осы сабақ барысында бір күнде ең көп қанша касса істедіңіз? Сіз қанша 8 мартта істедіңіз ау, негізі? Иә,
3 күн подряд істедік 8 март. Сол кезде қанша істедіңіз? 6, 7, 8 март. Не көмектесті ең көп рекорд сол почти 3 миллион істедік. Бір күнде 3 миллион касса істедіңіз, иә? Ондай касса болмаған еді. Болмаған. Иә, сол әрекет жасап. Не әсер етті именно сабақ барысында? Сол сіздің сабағыңыз бар фокусты жұмысқа қойыңдар дедіңіз ғой. И сотрудниктерді дұрыстадыңыз, ценниктерді дұрыстадыңыз, кассовый аппарат қойып жатсыз. Одан кейін жаңа тауарларды до праздника әкеп қойып, что праздник кезде аяқтан қабаттасып тауар келіп отыратын сізде постоянно. Өйткені проход біреу ғана, склад іште, есік біреу ғана болғаннан кейін сізде клиенттер заранее дайындалдық, заранее дайындалып, полкалар реттеліп, қазір полкалардың барлығы, жаңа деревянный посуданың барлығы бір зона болды, ішкі пластик басқа зонада, эмаль басқа бәрін реттеп жөндеп жатырмыз. Әлде де кемшіліктер бар, соларды дұрыстап келе жатырмыз. Бұрынғыдан сауда өсті ғой. Продажа өсті, уверенность өзгерді, дамыды, и ішкі қорқыныш кетті. Кетті қорқыныш. Баяғыда камерадан қорқып отыратын едік, көріп отқан жоқ па деп. Қазір барлығы кетті. Мән бермейміз қазір. Өйткені мен сізге айтайын да, Құдайды ауызды берген Алла Тағала ешкімді аш қалдырмайды. Осыны ұмытпаңыздар да. И сіз сол бір проблемамен отыратын болсаңыз, сіз мүлде андай жұмыс істей алмай қаласыз. Негізі бұл андай спорт саласында көп кездесетін да. Мысалы, мен мысалы қазір Айнұр ханыммен жекпе-жекке шығатын болсам дейді да, мысалы ретінде. Сол мысалы қарсыласыңның дейді, ананың семьясын, отношениясын бұзуға тырыссаң дейді, анау әлсірейді екен дейді да, кәдімгідей ше. Өйткені ол отношениесі бұзылды, настроениесі, энергиясы кетті, и анау ертең қарсыласымен төбелескен кезде жеңіліп қалады екен да, резко. Сол сияқты сізге конкуренттеріңіз именно төбеңізден келіп ашып, сіздің энергияңызды, настроениеңізді бұзып, сізге неше түрлі қыспақтар жасап жатыр дедіңіз ғой. Соның барлығы сіздің энергияңызды алып отқан ғой. Когда сіз энергияңыздың барлығын кәсібіңізге фокусты соған қойған кезде сізде уже бұрын соңды болмаған рекордтар бола бастады. Құдай қаласа, Рано ханыммен екінші магазинімізді ашайын деп жатырмыз, Құдай қаласа. Қазір квартираға первоначальный жинап, квартира алуға цель қойып жатырмыз қазір. Личный бренд бастап жатырмыз, жеке аккаунтын ашып жатырмыз. Уже кәдімгідей біршама өзгеріс. Одан бөлек осы курсқа келгеннен кейін қызына бөлек магазин ашып берді, иә? Қызыма арманы онлайн сатып жүруші еді, хиджаб киімдерді, соны қызығып жүрген кейін қой дедім, мен ашып берейін, қызыққан кейін проходимость жақсы жерден бутик ашып бердім, көрдіңіз оны да. Сол өзде айналысып жатыр, өз тірлігімен маған да көмектесіп жатыр қызым. Құдай қаласа, енді алдағы уақыттарда Рано ханыммен бір бөлек видео түсіреміз, өзінің посуда магазинін, процесстерді көрсетеміз. Енді Құдай қаласа жоспарымызда бар. Ал Мереке ханым, сіз мен айтам, Мереке ханым негізі 2025 жылдың ең үздік сотруднигі деп айтам да бұл кісі. Өйткені айлық алмайды, аванс алмайды, сұранбайды, шаршамайды, дем алмайды, короче. Сондай бір идеальный сотрудник болады ғой, сол Мереке ханым ғой. Жұмыс деп бұл кісі өзін ұмытып кеткен. Өзі соңғы рет қашан дем алдыңыз, денсаулығыңызға уақыт бөлдіңіз, білмейді, есінде жоқ. Наоборот, ана ірімшік алғандардың ақшасын қайтармағандарды мынаяқтан қарыз алып, төлеп, страдать етіп, қиналып жүрді. Біршама өзгеріс болды, уверенность арта бастады. Сол сабаққа дейін қандай қиындықтар болды, қалай шықтыңыз, сабақ қалай әсер етті сізге? Енді сабаққа дейін менде кәдімгі жұмбақ болған, тұманның ішінде жүрген сияқты. Алдыңыз көрінбейді? Көрінбейді, ештеңе көрінбейді. Бірдеңке істейін десең, бірдеңке ойлайын десең, жоқ ештеңке. Бірақ әйтеуір қиялдап қанша бет ойлайсың ғой, қанша тырмаласа да жете алмаймыз да. Ал осы курстан кейін менде бір бүкіл есіктің бәрі айналам ашылып, бір ауа кірді ма, бір кеңістік кеңейді ма, сондай бір сезімде болдым да. Енді қазір кішкене уже жоспар бар. Қандай тірлік жасасам да, уже алдын ала бәрін жоспармен, клиенттермен де сөйлесу жағы, бәрі уже бір қалыпқа келді. Бұрын менде миымда каша болып жататын. Үйде де бір рет тефальға шай қойғамда, су қойғамда, барып холодильниктің ішіне сап қойғам ғой, шай қоям деп. Уже до того миым кетіп қалғанда, ана нені көрпешені жинағамда туалетке апарғам ғой, көрпешені. Сондай халге кетіп қалғам ғой, мен миым тек қана уже ойым бәрі каша не жоқ та, тұрақтылығы жоқ. Соның барлығы қазір уже соның төбесінен қарауды үйрендім. Қандай проблема болса шешуді үйрендім, және өзіме сенімділік
И қазір менде қорқыныш жоқ, өйткені бір апта, 2 апта алдын жоспар қойып қоямын. Осылай жасаса қалай болады, мыналай болады. Уже есеп бар. Кәсіпте бір жүйеге келді, қалыпқа келді. Бір наставник болғаннан кейін ол наставник болған айтып отырмын, жаңағы мен әшейін консультациядан кейін мен кәдімгі жүгірдім ғой далаға шығып, кәдімгі бүкіл жүктің бәрін сізге беріп қойып болды, құтылдым деген сияқты бір қуанышпен шықтым да. Енді Құдай қаласа осы алған білімімізбен енді іске асырып, мен ойлаймын үлкен жетістікке жетеміз енді. Жалпы сізде осы қаржылай өзгеріс болды ма? Қаржылай өзгеріс болды. Менің қателігім қаржылық сауаттылық жағынан да, ақша жұмсау жағынан да бір кемшіліктерім көп екен менің. Оны да сол әшейін консультацияның өзінде бәрін реттеп, бүйтіп тізбектеп, графигін сызып, мынаған жұмсайсың деген кезде мен до того сондай неге дәрежеге түсіп кеткенімді түсіндім да. Қазір Мереке ханымда 3 есе өсіпті да, осы сабақтың барысында продажасы, табысыңыз 3 есеге өсіпті. Бұрынғы Мереке қазір 3 есеге өзгерді деген сөз. Жалпы енді бұның барлығы білімге салған инвестиция. Көп адамдар ойлауы мүмкін, оның не керегі бар, оқудың оңай емес па, өзің істей салатын нәрсе емес па деген сияқты. Олар ауызбен сөйлейтіндер көп қой, олай негізі шын мәніне келген кезде білім болмаса ешқайда жете алмайсың. Білімсіздіктің кесірінен. Сіздің сабағыңызда қаржылық сауаттылығы да бар, жан-жақты ғой енді. Мынау мышленияны да өзгертіп алады. Одан кейін жаңа командамен қалай жұмыс жасау керек, және мынау таргет SMM-мен қалай жұмыс жасау керек. Барлығын енді тізбектеп былай сату жағын деген ең көп мән бергес, енді сол жағын бәрін қолға алып, енді сіздің айтуыңыз бойынша бағыт алсақ, біз қателеспей уже болды, жол бар, көріп алдық, мақсат бар, енді соған прямо кете беремін, ашық болды сол. Карта тұр ғой қолымызда, қай жаққа қарап жүресің. Сызып бүйтіп бәрін түсіндіріп беріңіз, көзіміз жетті, түсіндік, ненің қалай жасайтынын, енді соны әрекет жасауымыз керек ары қарай. Тамаша. Негізі барлық кәсіпкер бизнесін мықты жүргізу үшін бизнесті оқу керек та. Мықты стоматолог болу үшін стоматологияны оқисың. Мықты косметолог болу үшін косметологияны оқисың. Ал мықты бизнесмен, мықты кәсіпкер болу үшін кәсіпті оқу керексің. Кәсіпте ең бірінші кәсіпкерлік ойлауды үйрену керексің. Кәсіпкерлік ойлау деген бұл кәсіпкер бұл 0-ден 1-ді жасайтын адам, жоқтан бар жасау керек. Яғни қалай менде қазір ештеңе жоқ, мен бірдеңе жасай аламын. Бұрысы осындай ойлау керек та. Ал бізде кәсіпкерлік ойлау қабілеті жоқ адам қалай істейді? Оны істеу үшін ақша керек қой. Ол ақша жоқ қой, менде қақтан істеймін дейді, ештеңе істемей жүре береді. Рисковать етпейді, бизнес ашпайды деген сияқты. Кәсіпкер адам жоқтан бар жасау керек. Сіздерде сол ойлау қабілеті өзгерді біріншіден. Екіншіден, үнемі артқа тартып тұратын ойлар болатын. Болмай қалса ше, жүрмей қалса ше, бүйтпей қалса ше, сөйтпей қалса. Бұл ойда қаяқтан келді? Бұл біздің балалық кезден қолымыздан пышақ ұстап жүрген кезде, қолын кесіп алсаң не болады? Терезеден басын шығарсаң, басың жұлып кетсе не болады? Ағашқа шығып бір өрмелеп атсаң құлап өлесің деген сияқты тек қана негативті миымызға құя бергеннен кейін біздің убежденияларымыздың барлығы сондай негативті болып қалғанда сол өзгерді. Сіздерде мышление өзгерді. Қымбаттатсам алмайды, халықта ақша жоқ, конкурент көп деген ойлар өзгерді сіздерде. Одан кейін бізде уже команда жоқ еді. Біз уже мен сіздерге как продюсер ретінде таргетолог бере бастадым, видеограф бере бастадым, юрист бере бастадым. Уже сіздерге мен команда жағынан көмектесе бастадым. Уже сіздерде команда пайда бола бастады, тапсырмаларды беріп үйрене бастадыңыздар. Яғни мен айтамын, что сен команда құр, ол оркестр болсын, сен дирижер бол. Задача бер. Сен мынаны былай есе, сен видео түсір, сен таргет жібер, сен звондап сөйлес деген сияқты уже тапсырып үйренгеннен кейін сіздер босай бастадыңыздар. Уже сіздер қалай сату керектігін үйрендіңіздер одан кейін, что бұрын алсаң ал, алмасаң қой дейтін да, қазір деген олай емес, конкурент көп, сіз сататын болдыңыз, жүгіретін болдыңыз, істейтін болдыңыз. Одан кейін жаңағыдай Инстаграмды біз SMM-шік жалдап қойып, 150-200 мың теңге төлеп қоятынбыз. Ол бәрін біледі ғой, дұрыс жүргізеді ғой деп ойлайтынбыз. Бірақ ол жүргізбегеннен кейін тоқтап қалатын, Уже сіздер тапсырып бере бастадыңыздар. Былай жүргіз, былай істе деп. Уже сол кәсіпкер ретінде кәсіпті дұрыс жүргізу үшін бір базовый практикалық білім керектігін түсіндіңіздер, білім алдыңыздар. Жалпы одан кейін біз тек қана кәсіп жасап ақша тауып қана қоймай, сол ақшаны қалай игеру керек. Қалай ақша табуды үйреттім, жинауды, сақтауды, көбейтуді, қандай активтар алу керек, қандай пассивный доход шығару керек, қай жаста пенсияға шығу керек. Уже инвестиция деген теманы түсіне бастадыңыздар да уже. Как сіздердің алдарыңызда пример ретінде мен тұрмын. 28 жастағы жігіт ретінде 4 квартира болып мен примерно істесем, қазір активтарым $1 миллион жетіп қапты да.
И $1 миллион активі бар ұстазыңыз тұр, и сіз қалай жасау керектігін примерно жолыңыз тұр, сол бойынша жасай бересіз да. Енді я думаю, что сіз осы сабаққа келіп 2 ай білім алып, сіз кем дегенде 3 жыл уақыттарыңызды үнемдедіңіздер деп ойлаймын. Осы нәрсені 3 жылдан кейін түсінулеріңіз мүмкін еді. Оказывается, мен 3 жылдан кейін ештеңе жинамадым, ештеңе таппадым, тапқанның барлығы товар, ол остаток болып жатыр деп ойлайтын едіңіздер да. Қазір уже түсіне бастадыңыздар, ақшаны табу керектігін, оны жинау керектігін, сақтау керектігін және көбейту керектігін. Вот. Мен сіздерге айттым ғой, мен 32 жасында пенсия ашамын деп. Сол сияқты пенсия ашу бұл 63 жаста емес. Бұл мысалы жаңағыдай біздің әкеміз кеше зейнетке шығып жатыр, ол біз ойлаймыз 63-те пенсияға шығады. Жоқ, ол кәсіпкер адам 63 шықпайды. Мен әкем кәсіпкер емес, ол бір жерде жұмыс істеді, заводта жұмыс істеді, оның пенсиясы сол 63-те. Ал біз кәсіп жасап жатқан адам ретінде бұл бейнеттің зейнетін көру дегеніміз, бұл сен қашанға дейін жұмыс істейсің, чтобы одан кейін жұмыс істемесең де саған ақша келетін бір жолды, системаны, жағдай жасайсың, соған дейін сіз жұмыс істеп ақша табу керексіздер да негізі. Соған жеттік деп ойлаймын. Салған білімге салған ақшамыз ақталды деп ойлаймын. Барлықтарыңыз ризасыздар деген ниеттемін, Құдай қаласа. И осы алған білімдеріңізді іске асырып, амал етіп, ертең өздеріңіздің отбасыларыңызға, мысалы сізде 6 сотрудниктен 12 сотрудникке көбейді, сізде қанша сотрудник бар қазір? Менде 10 шақты сотрудник бар. Ойлаңызшы, сонда мен бір сабағыма келген бір Айнұр 10 адамның табысының өсуіне көмектесіп жатыр да. Продажа көбейсе, сотрудниктер жақсы ақша табады, SMM-шік алады, таргетолог алады, мемлекетке налогты көбірек төлейді, Каспийде көбірек комиссия төлейді, көбірек аренда төлейді, үлкендеу жерге көшеді, үлкендеу көбірек материал алады, оларға пайдалы болады. Бұлай қарасақ, бір менен білім алған адам қоғамда 18 жерге пайдалы болады екен да. Отбасында бала шағасының өмір сүру сапасы жақсарады, жақсы оқуға түседі. И былай айтқан кезде экономикаға күшті әсер етеді екенбіз да. Сондықтан да бұл алған білімімізді амалға асырып, өзіміздің жақындарымызға, достарымызға, туыстарымызға, кәсіпкерлерге айта жүру керек екенбіз. Негізі жалпы менің сабағыма келіп, осы рекордты оқыған әрбір адам айтылған тапсырманы бірге-бір орындаса, прям 100% нәтиже шығады да. Мен оны сіздерге де айтқанмын, оған гарантия да бергенмін, оны сіздер де сенімді түрде айта аласыздар деген ойдамын. Ал енді осы бүгінгі сұхбатымызды қорытынды жасап, бір ауыз сөзбен осы көріп отқан көрермендерге осы сабақ жайлы, осы сабаққа келу керек па, оқу керек па, сол туралы бір ауыз өздеріңіз ой айтсаңыздар. Ал давайте, Айнұр ханым, сізден бастайық. Бір ауыз. Бұл сабаққа барлығына келуге ұсыныс айтам. Мен өзім осы сабақты алғаныма, менің күйеуім де, жолдасым да еш өкінбейміз. Біз бұл сабақтан қазір басындағы А точкамыздан осы 2 айдағы Б точкамыз уже 5 есеге артты, табысымыз. 5 есеге көбейіп, мен қарап отырмын. 5 есеге артты. Мен ойланбай келіңіздер деп айтар едім. Қорықпау керек, қорықпай, сен келе берсеңіздер болады деп айтар едім. Айгүл ханым, сіз айтасыз. Бұл сабақтан ең бірінші келіп түйгенім менің тәуекел жасай білу керек екен. Сіз айтпақшы, жолға шық, жол өзі апарады. Сіздің сөздеріңіздің көбісін мен жазып жаттап алғам, қолданам. Жолға шық, амалын жаса, Алла өзі ғана сол Б точкаңа апарады екен ғой. Соны түсіндім, сабақ өте керемет, осындай әпшелер, бірақ достарым сияқты өзі орта табасын, өте қуаныштым сіздермен танысқаныма, сіздермен бірге сабақ өткеніме өте қуаныштым. Келіңіздер сабаққа. Егер де бір орында тұрмай нәтиже шығарамын, мен өсемін, мен байымын, мен кәсіпкер боламын десеңіздер, осы Сапар мырзаға келулеріңізге болады. Сізде вообще 5 есе өсіпті продажа, 800 мыңнан 4,5 миллион байым. Оған продавесінде таңқап жатыр ғой. Уже қазір де есептейміз, қанша. Вообще кәдімгідей өсіп жатырық, біз байқайсыз ба деп қоя аламын. Молодцы, жақсы. Рана ханым. Мен де кеңес берем, сіздердің сөздеріңізге қосылам. Сабаққа келіп жатқан барлықтарын көріп отырмын, барлықтарында результат бар. Өзімде результат үлкен. Сол үшін барлықтарыңызға кеңес берем, сабағына қатысуға. Ақшаны ойламаңыздар. 10 есе, 100 есе қып шығарып аласыздар ол ақшаны. Ол білім бастар. Ол инвестиция, өздеріңізге бірінші очередь инвестиция болады да бұл. Сол үшін ойланбай келе беріңіздер. Жақсы. Так, Рана ханымның өзі
қазір мысалы 4,5 миллион бір аптада істейтін болса, қазір бір аптада 10 миллионнан асырып істейтін болса, Иә. машалла, жақсы. Бір күнде 3 миллион істедім дегеннен байқай бересіздер ғой уже. Ал Мереке ханым, сіз не айтасыз? Не айтам, енді барлығына көріп отырмыз ғой, көзіміз жетіп жатыр, алған білімімізбен, нәтижемізбен бөлісіп жатырмыз. Енді көзбен көріп отқаннан кейін бұны айтпасқа болмайды. Әрине бұл үлкен, жаңа де айтып кеттім ғой, сауапты іс. Бұл қазіргі дамып жатқан біздің енді өзіміз, енді Қазақстан өзі дейін дамып жатыр ғой, кәсіппен айналысып жатқандар көбейіп жатыр. Оның ішінде әйтеуір мен сияқты жаңағыдай қызығушылықпен бастап қалай кәсіпкер болып кеткенін білім сезбей қалып жатқандар бар. Жол таппай жүрген жандар болса, осындай қаншама қиындықтарды есебіне жете алмай жатқан, әйтеуір сондай жол көрсетуші іздеп жүрген жандар болса, ойланбастан келуіне мен ұсыныс беретін едім. Өйткені ол нәтиже жетеді әрбір адамға. Мысалы, осылай жолды көрсетіп тұрған нәрсені ол әрине әрекет етсе болады, нәтиже орындаса жетеді. Енді көп жалқаулар болуы мүмкін, неше түрлі сөздер айтады, ол үйінде жатып алып, енді негативсіз болмайды ғой бәрібір. Дайын сценарий деп ойлауы мүмкін. Дайын сценарий деп ойлауы мүмкін бәрібір. Ана нелерге жаңағы теріс пікір жазатындар өте көп қой. Бұл жердегі енді әркімнің өзінің санасына қарай. Бірақ менің айтатыным, егер нақты масштабқа үлкен ауқымды бизнес жасаймын деген кісілер білім болмаса нәтижеге жетпейсіздер. Міндетті түрде оған білім керек, қалай болса да. Сол үшін осы білім ізденуге, білім алуға ешқашан ақшаларыңызды қиып, білім алуға жұмсаған қаражат, ол әрине ол 10 есе қайтатыны мен сенімдімін. Өйткені қазіргі таңда бұл өте қажет нәрсе. Кәсіпкерлерге әсіресе. Жақсы, рахмет. Жалпы мен кейде айтам, өзімнің сабағымды өзім оқығым келіп кетеді деймін да. Өйткені шынымен де мен өзім зона ответственностьті білемін. Бұндай сапарожын жасап 2 ай бойы сен жетектеп жүріп, сен енді еңбектеп тай басып жатқан кәсіпкерсің, сенің қолыңнан жетектеп нәтижеге жеткізетін ондай наставниктер аз деп айтамын да. Мен кейде өзімнің сабағымды өзім білім алғым келіп кетеді. Сол, рахмет сіздерге. Бұл ешқандай дайын сценарий емес. Бұл кісілердің бәрінің қазір 1,5 сағат уақытын қиып, бүйтіп дайын сценарийға бола сөйлететін адамдар емес. Бұл кісілер деген енді үлкен нарықта жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер. Осы жерде қарап жатқан барша көрермендерге сіздер де келіп білім алып, табыстарыңызды арттыруға керемет мүмкіндік бар. Осы жердегі айтылған нәрсенің барлығын амалға асыруға да болады. Кім өзінің кәсібін сауатты жүргізіп, табысын арттырғысы келеді, міндетті түрде келіңіздер. Қазір бір арнайы бір ұсыныс берейік. Тоже осы кісілерге айтқандай, бұлақ көрсең көзін аш дейді. Мен мақсатым бұл жерден сіздерден бір үйіп төгіп пайда табу, байып кету емес, сіздерге наурыз жол көрсету, бағыт бағдар беру мақсатында. Сол ниетте кім өзінің кәсібінде нақты жоспар, нақты бір жүйе, тапсырма алып, өзінің сұрақтарына жауабын алғысы келеді, тура осы кісілердің келгеніндей сіздерде менің 1 сағаттық жеке консультацияма келсеңіздер болады. Бағасын енді негізі 100 000 теңге, сіздерге арнайы жеңілдікпен 50 000 теңге деп, осы кісілерден 50 000 деп айтып қойды, мен 100 000 деп айтам ба деп ойлағам, негізі 50 000 теңге деп айтып қойды. Сол 50 000 теңгемен 1 сағат жеке консультация өтіп, сіздердің табыстарыңызды көбейтуге, көмектесуге болады. Болмаса біздің Шымкент, Астана, Алматы қалаларында біздің офлайн тренингтарымыз болады. Трансформация деген барлықтарыңыз келіп қатысқан, сол жерде 20 минуттың ішінде продажа істедік. Сол кезде сіздер қанша бір 15 миллиондай ма? Общий команда болып продажа істедіңіздер осы кезде, 16 миллион. 16 миллион теңге 20 минуттың ішінде команда сол жерде қатысушылар продажа істеді. Тура солай тренингке келіңіздер. Сіздерге тренингтің бағасын жеңілдікпен жаңағыдай болады. Может сіздерге бізде қазір бағасы 30 000 болса, сіздерге 20 000 теңге болуы да мүмкін, даже одан да арзан да болуы мүмкін. Төменге анкета қалдырайық, бисмиллах деп тәуекел етіп, ешкімді қинау жоқ, өз еріктеріңізбен келіп білім алсаңыздар, Аллах тағала сол алған білімдеріңізге амал етіп, табыстарыңызды арттыруға көмектеседі деген ниеттеміз. Біз жай ғана себепшіміз. Ал ханымдар, уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Өте күшті ашылдыңыздар. Бұл кісілер бірінші рет камераға қарап сөйлеп жатыр. Қобалжу, басқа ештеңе білінбеді. Енді басында сәл білінді. Одан кейін ары қарап уже еркін ашылдыңыздар деп ойлаймын. Уақыт бөліп келгендеріңізге, осынша қаншама адамдардың осылай алдағы уақытта дамуларына себепші болып, сіздер де осы сауапты іске ат салысып жатқандарыңызға көп рахмет. Басын деймін. Осылай өздеріңіздің білімдеріңізге вложение жасап,
баста ешқайсыңыздың қолдарыңызда даже ақша болмаған, мен сабағыма келіп оқитын миллион теңге, 2 миллион теңге болмаған. Білесіздер ма? Вот. Сол тапсырмалымды алып, одан кейін ақша тауып, келіп оқып, осы нәтижеге жетіп отыр. Сіздер де адам жасағанды адам жасайды, сіздер де нәтижеге қол жеткізесіздер. Бұйыртса жақында бізде үй алатын кісілер бар осы біздің курста. Біз тек табысты арттырып қана қоймай, үй алдыртып, байытамыз ғой бір сөз айтқан кезде. Так что сол уақыт бөліп келгендеріңізге рахмет. Ал көрермендер, сіздер де консультацияға келіп, тренингке келіп, дамыңыздар, өсіңіздер деп айтамыз. Ал видео ұнаса, біздің подкастымыз ұнаса, лайк басыңыздар. Сіздердің әрқайсыларыңыздың кәсіпкерлерге арналған чаттарыңыз бар, сол жаққа бөлсеңіздер. Бұлай жасайық, осы жердегі 3 адамға мен өзімнің консультациямды тегін берейін. Зарново тегін берейін, бір плюс ретінде. Ол үшін видеоның астына осы жерден түсінген комментарийларыңызды жазып кетіңіздер. Және қай кісінің, қай кәсіпкердің әңгімесі көбірек ұнады, соны комментарийға бөлсеңіздер, лайк басыңыздар, парақшаға тіркеліңіздер осы YouTube каналға, және осы видеоның бір отрывогын өз сторисіңізге салып бөлсеңіз, мен сізге міндетті түрде өзімнің 100 000 теңге тұратын консультациямды тегін сыйлайтын боламын сол жерде. Күшті болды, Күшті болды. Молодцы. Сау болып қояйық. Ал аман сау болыңыздар. Жақсы. Рахмет.